Саламатсызбы оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық ойындардың іс-шараларын ұйымдастыру және оны өткізу. Сабағымыздың мақсаты баламалы идеяларды дамыту мақсатында өзінің және өзгенің шығармашылық қабілеттерін біріктіру. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, ең бірінші біз нені сақтауымыз керек? Қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Яғни сабағымызды бастамас бұрын сонымен қатар ой қыздыру жаттығуларын жасаймыз. Біріншіден, екі қолымызды белге қоямыз. Басымызды оңға және солға 4 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі солға 1, 2, 3, 4. Осылай жаттығуымызды 3-4 реттен қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз аяғымызды сағаша ұстаймыз. Оң қолымызды жоғары көтереміз. Бірінші солға қарай. Бұл да 4 реттен. 1, 2, 3, 4. Келесі оңға қарай. 1, 2, 3, 4. Дәл осылай жаттығуды 3-4 реттен қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз оң қолымызды жоғары көтереміз. Сол қолымыз төменде. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз. Екі қолымызды кеуде тұсына қоямыз. Бірінші оңға қарай, одан кейін солға қарай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Мен көрсеткен осы жаттығуларымды әр жаттығуды 3-4 реттен қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз. Екі қолды иыққа қоямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Яғни жаттығуларымыздың бұл сабағымызды бастамас бұрын дене қыздыру жаттығулары. Осы жаттығуларды 3-4 реттен әрдайым сабақ барысында қайталап отырамыз. Келесі жаттығуымыз жүріс және де жүгіріс жаттығулары. Олай болса бірінші оң жақпен бастаймыз. Екі қолымызды белге қоямыз. Екі қолымызды белге қоямыз. Содан соң өкшені жүреміз. Аяқты сыртыменен, екі қол тепе-теңдік сақтаймыз. Аяқты сыртыменен. Екі қолды жоғары көтереміз. Аяқты ұшымен жүреміз. Екі қолды жоғары көтереміз. Аяқты ұшымен жүреміз. Одан кейін екі қолымызды тізеге қойып, яғни бауырға жүргендей, екі қолды тізеге қойып жүреміз. Толық отырып жүріс. Одан кейін екі қол алға созамызда, жартылай отырып жүреміз. Жартылай отырып жүреміз. Содан кейін келесі жаттығуымыз яғни жүгіріс жаттығулары. Бір қалыпты жүгіріс жаттығу. Бір қалыпты жүгіріс жаттығулары. Екі қол берде, сол жақпенен. Оң жақпен. Екі қол тізеде. Осылай жаттығудың түрлерін жасаймыз. Яғни бұны жүріс және жүгіру жаттығулары дейміз. Жаттығудан кейін жүгіріс, яғни жүріс жаттығулардан кейін тереңдік саламыз. Яғни денеміздің қызуын қайта қалпына келтіру үшін. Тереңдік саламыз.
Құрметті оқушылар, жарайсыңдар, сұрақты қойдым. Енді біз жаңа тақырыбымызды түсіндіріп өте кетейін. Бұл қазақтың ұлттық ойындары өте көп екен. Сонымен бүгінгі біздің өтетініміз, яғни ұлттық ойынымыздың бір түрі ол алакүшік деп аталады. Алакүшік бұл ежелгі халық ойындарының бірі. Яғни ойынды көбінесе жазғы тұрғы далада, күзде сондайда жазғы ашық, яғни ашық алаңдарда ойналған, көбінесе күз айларында ойналған көбінесе. Ойынға жалпы жиналғандар, яғни қалай айтсам, топтасып ойналатын ойын бұл. Ең біріншіден топтасып ойналатын ойын алакүшік. Алакүшік бірінші болып оқушылар топтасып алады. Содан кейін барып ортамыздан бір оқушыны алакүшік етіп сайлаймыз. Бір оқушыны алакүшік етіп сайлаймыз. Сол сайлаған оқушының, яғни алакүшіктің назарын өзімізге аударуымыз керек. Алакүшік кімде кім қуалап жүріп, сол бір ортамыздағы адамды ұстап алуға тырысу керек, біз ұстатпауға тырысуымыз керек. Алакүшік кімді ұстап алған жағдайда сол алакүшік болады да, бағанағы бірінші болған, өзіміздің сайлап алған алакүшігіміз, ол өзіміздің, яғни біздің қатарымызға келіп қосылады. Сабағым бұлай түсінікті ғой. Егер де осы сабағым түсінікті болса, осыны қайталап көрулеріңізге болады. Яғни бұл ойын түрі оқушыны икемділікке, шапшаңдыққа, ойлау қабілетін тез қабылдауға, тез шешім қабылдауға баулиды бұл ойын түрі. Ойын түсінікті болса, қос сау болыңыздар.